Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Отандастар қоғамдық қоры және зерделі ақыл-ой дамыту орталығы ұйымдастырып ұсынып отырған қазақ тілінің онлайн сабағын бастауға рұқсат етіңіздер. Өткен сабақта біз сіздермен етістік бүгінгі сабақты бастамас бұрын өткен сабақты қайталаудан сабағымызды бастаймыз. Есімізге түсірейікші, өткен шақ, етістіктің өткен шағы қалай жасалды? Дауысты дыбысқа д жұрнақтарының жалғану арқылы жасалды. Мысалы, сіздерге емдеу сөзі беріліп отыр, тұйық етістігі арқылы жасалып отыр. Осы сөзге д жұрнағын жалғау үшін жалғаған кезде жұрнағы не істейді? Түсіп қалады. Жұрнағының орнына д жұрнағы жалғанады. Емдеу, емдеді. Есімізге түсірейік. Бұл тапсырма ауызша тапсырма. Сіздерде бұл тапсырманың барлығы бар дәптерлеріңізге, сондықтан жазудың қажеті жоқ. Келесі, қатаң дауыссыз дыбыстан кейін қатаң т жұрнақтары жалғанады. Мысалы, айту, айтты. Келесі, үнді ұяң дауыссыз дыбыстан кейін д және д жұрнақтары жалғанады. Мысалы, жазу, жазды. Беру, берді. Дауысты дыбыстан кейін міне д жалғанады. Емде сөзі дауысты дыбысына аяқталып отыр. Сонымен бірге бұл сөз жіңішке сөз болғандықтан жіңішке д жұрнағы жалғанады. Қатаң дауыссыз дыбыстан кейін міне айт сөзіндегі т қатаң дауыссыз дыбыс және қатаң дауыссыз т-дан басталатын жұрнақ жалғанып отыр. Бұл сөз жуан сөз, сондықтан жуан жұрнақ жалғанады. Үнді, бер деген сөздегі р үнді, сонымен бірге жіңішке сөз д жұрнағы жалғанады. Ұяң, ұяң дауыссыз дыбыс. Ұяң дауыссыз дыбыс. Сонымен бірге жуан сөз, сондықтан д жұрнағы жуан жұрнақ жалғанып отыр. Келесі, сіздерге бірнеше жаңа сөздер берілді. Осы жаңа сөздерді сіздер бүгінгі сабаққа жаттап келулеріңіз керек еді. Сіздерге қазір сол сөздерді беремін. Тапсырманы орындаймыз. Яғни тұйық етістіктен өткен шақ етістігін жасаймыз. Шаткам, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге міне беру сөзі тұйық етістік формасында жасалып тұр. Осыны өткен шақта қалай айтамыз? Беру сөзі. Бердім. Келесі, Шахидех повез. Сәлеметсіз бе? Шахидех повез. Сәлеметсіз бе? Келесі сөз, әкелу сөзі. Өткен шақ. Әкелді. Келесі, айда повез. Микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар болады. Айда повез. Микрофоныңыз жағып тапсырманы сұраққа жауап беріңізші. Әперді. Әлия. Әперді. Дұрыс. Әлия. Келесі сөз. Жүрді. Әлия Шаткам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келді. Келдім. Амина. Сәлеметсіз бе?
сәлеметсіз бе? Емдеу, емдеді. Емдеді, дұрыс. Амир, сәлеметсіз бе? Жүгірдім, жақсы. Асқар мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Жанар апай, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, жақсы, рахмет. Көру сөзі? Көрді. Көрді, дұрыс, жақсы, рахмет. Балданай, сәлеметсіз бе? Балданай. Өсірдім. Бали Сайна, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, айта қойыңыз. Берді. Білді, иә, білді. Батима, сәлеметсіз бе? Сөйлеу, және Söyledi. сөйледі, дұрыс. Дәурен, сәлеметсіз бе? Қатеме, Пісіру, пісірді. Жақсы. Бұл жерде өздеріңіз байқағандай, д жұрнағы жалғанып отыр. Д жұрнағы жіңішке сөздерге жалғанады. Сонымен бірге міне р үнді, л үнді дауыссыз дыбыстарынан кейін жалғанып отыр. Келесі сөздерге назар аударамыз. Шаткам, Иран. Фатиме Шаткам. Келесі сөз. Оқыңыз. Жазу, жаздым. Дұрыс. Келесі. Гүлшат. Сәлеметсіз бе? Гүлшат, сәлеметсіз бе? Салу сөзі. салды. Салдым. Келесі. Жанар, Арманд. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бару, барды. Бару, барды. Дұрыс. Келесі. Майра, Павис. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келесі сөз. Шығару, шығарды. Шығару, шығарды. Дұрыс. Мехти Шаткам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тұру, тұрды. Дұрыс. Келесі. Навид. Навид, Иран. Алу, алды. Алу, алды. Ресван Бали. Сәлеметсіз бе? Санады. Санау, санады. Дұрыс. Келесі. Рохаеш, Арманд, Иран. Отыру. Отырды. Отырдым. Келесі. Сафиеш, Иран. Самира, сәлеметсіз бе? Келесі. Сәлеметсіз. Ойнау, ойнады. Ойнау, ойнады. Сафиеш, Иран, сәлеметсіз бе? Оқу сөзі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Оқуды. Оқу, оқыды, дұрыс. Шаткам, Абдулкаим, сәлеметсіз бе? Налды.
Тыңдады. Иә, дұрыс. Тыңдау. Тыңдау, тыңдады, иә? Дұрыс. Дұрыс. Жақсы. Бұл жерде сіздерге д жұрнағы жалғанып отыр. Яғни тұйық етістіктен біз өткен шақ етістігін жасадық. Д жұрнағы жалғанып отыр. Жуан. Әзірге микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар болады. Бауыржан дауыс естілмейді. Қараш, болу керек. Mikrofonları ölçülürüm. Ayda Fabiz, Aliya Hoca. Mikrofonları ölçülürüm. Микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Сабақтың сапалы болуы сіздерге байланысты. Тыңдау, тыңдады. Келесі. Енді келесі сөздерге назар аударыңыздар. Жаңыл ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жабу. Жабылды. Жабу. Нәрседе отырмын. Б дауыссыз дыбысы қандай дауыссыз дыбысқа айналып кетеді? Жабу, жапты. Жабу, жапты. Б дауыссыз дыбысы П дауыссыз дыбысына айналып кетеді және Т жұрнағы жалғанады. Келесі шаткам. Келесі сөзді оқыңыз. Сүртті, дұрыс. Келесі бабег. Сәлеметсіз бе? Бабе. Шахидех Павиз. Келесі сөз оқыңыз. Үшу, ішті. Үшу, ішті, дұрыс. Келесі Айда Павиз. Айту, айтты. Дұрыс. Келесі Алия. Жату, жатты. Дұрыс. Жату, жатты. Алия шаткам. Ашу, ашты. Ашу, ашты. Енді экранға назар аударыңыздар. Бұл жерде қатаң дауыссыз дыбыстан кейін қатаң Т және Т жұрнақтары жалғанады. П, Т, Ш дауыссыз дыбыстары қатаң дауыссыз дыбыстар болып саналады. Сондықтан да Т және Т жұрнақтары жалғанып отыр. Т жұрнағы жіңішке сөзден кейін, Т жұрнағы жуан сөзден кейін жалғанады. Енді тапсырма жұмысын орындайық. Сіздер бұл сөздерді жазбаңыздар, бұл сөздер сіздерде бар, сондықтан жай ғана сұраққа жауап беріңіздер. Келесі Амина. Ұшқын не істеді? Ұшқын Ұшқыш. ұшты. Ұшқыш. Ұшқыш не істеді? Ұшқыш Ұшты. Дұрыс. Келесі Амир. Ахметов. Келесі суретке назар аударыңыз. Сұрақты оқыңыз. Әмірхан не істеді? Сұраққа жауап береміз. Әмірхан сөйледі, ойнады, иә? Жақсы. Микрофонды өшіріп қойыңыз. Микрофонды өшіріп қоюларыңызды сұраймын.
Келесі Асқар мырза. Сұраққа жауап беріңізші. Бексұлтан. Бексұлтан не істеді? Бексұлтан жүгірді. Яғни бұл жерде не істеді деген сұрақ етістіктің сұрағы. Сондықтан біз осы сұрақты қойып жатырмыз. Және сонымен бірге өткен шақ формасында етістіктер жасалып отыр. Келесі Балданай. Аспаз не істеді? Аспаз пісірді. Аспаз пісірді. Балисайна. Балисайна. Дәрігер. Оқыңыз. Дәрігер не істеді? Дәрігер Емдеді. Емдеді. Келесі Ертолқын. Жақсы. Жанар Арманд. Тігінші не істеді? Тігінші тікті. Біз сіздермен етістіктің сұрақтарын қойдық. Сол сұраққа өткен шақ формада жауап бердік. Әмірхан, яғни етістік қандай сұрақтарға жауап беретін еді? Не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарына жауап береді. Ал өткен шақтың жұрнағы Т. Енді қолдарыңызға қалам мен дәптерді алып, бүгінгі тақырыпты жазыңыздар. Мен айтып тұрмын, сен тыңдап отырсың. Яғни біз бүгін сіздермен етістіктің осы шақ формасын өтеміз. Яғни ол қалай жасалады? Отыр, тұр, жатыр, жүр. Міне, сөздері арқылы, етістіктері арқылы жасалады. Сұрағы не істеді, не қылды, қайтты. Яғни егер өткен шақты біз Т жұрнағы арқылы жасасақ, осы шақ отыр, тұр, жатыр, жүр етістіктері арқылы жасалады. Мысалы, отыр, тұр, жатыр, жүр. Жазып алыңыздар. Келесі, осы шақ, егер өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен іс-әрекет болса, осы шақ мен сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекет болып табылады. Қазір сіздерге тапсырма беріледі. Осы ең алдымен өткен шақта сөйлемге жұрнақтарды жалғап, өткен шақта айтуымыз керек. Одан кейін көп нүктенің орнына сөздерді қойып, осы шақта айтуымыз керек. Жаныл ханым, көп нүктенің орнына біз не қоямыз? Жұрнақ қоямыз, өткен шақтың жұрнағын. Содан кейін қасында екінші сөйлемді осы шақта айтамыз. Мен Қалай болады? Мен бардым. Мен бара жатырмын болады, я? Я, мен бара жатырмын болады. Яғни жатыр етістігі арқылы жасалып отыр, яғни бұл осы шақ болады. Ал мен бардым деген д етістігі арқылы, д жұрнағы арқылы жасалып отыр, өткен шақ.
Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Кедергі жасап жатсыздар. Кешірің, Россияда отандастар. Келесі, Бабе. Жақсы, Шахидек Павиз. Келесі сөйлемді оқыңызшы. Sen geldin, sen келе жатырсың. Дұрыс, тамаша. Жазып алыңыздар бұл сөздерді. Сен келдің, және сен келе жатырсың. Дұрыс. Ой, Бауыржан. Келесі. Айда Павиз. Siz ayttınız, siz aytıp tursunuz. Сіз айттыңыз, я? Yalnız Сіз айтып жүрсіз, я? Сіз айтып жүрсіз, я? vursunuz. Сіз айтып тұрсыз деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз. Қате жоқ. Жақсы. Және келесі, ол сөйледі, ол сөйлеп тұр, я? Ол сөйлеп жүр деп те айта аламыз. Я. Келесі тапсырма. Тура осындай тапсырма, тек қана көпше түрде айтуымыз керек. Алия. Алия. Иран. Алия Шаткам. Biz bildik, biz bilip жүрміз. Bilip oturmuz. Ya, biz bilip oturmuz, ya. Келесі, Амина. Олар емес, екінші сөйлемді оқимыз. Söylеп жатыр. Сендер. Сендер жүрдіңдер, сендер сүртіп жүрсіңдер. Сендер сүрттіңдер, сендер сүртіп жүрсіңдер. Жақсы. Және соңғы сөйлем, олар сөйледі, олар сөйлеп жатыр. Берілген сөйлемдер жазып алыңыздар. Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына жіктік жалғауларын қойып жазыңыздар. Сіздерге бірнеше сөздер міне төменде жіктік жалғаулары берілді. Сонымен бірге жіктік жалғауларын белгілі жатыр, тұр, жатыр, жүр. Осы шақта тұрған етістіктің қасына қойып сөйлемді аяқтауымыз қажет. Батима. Сендер келе жат. Батима ханым, мұнда сен деп берілген жекеше түрде. Сен келе. Сен келе жатырсың. Міне, бірінші суретке назар аударамыз, ол келе жатыр. Сен келе жатырсың. Екінші, Дәурен мырза.
Дилназ, қосағаш. Дилназ, Көрініп тұрған жоқ. көрініп тұрған жоқ. Асқар мырза, сіздерге экран көрініп тұр ма, суреттері? Bәрі нормал көрініп тұр. Жақсы. Ондай болса, ер толқын. Қатеме. Мен ақынбан. Fatima Piltan. Formidles. Гүлшат. Гүлшат. Жақсы. Жанар Арманд. Екінші сөйлем. Сіз айтып тұрсыз. Сіз айтып тұрсыз. Міне екінші суретке назар аударыңыздар. Сіз айтып тұрсыз. Келесі сөйлемді оқиды. Майра Павиз. Бара жатырмын. Мен бара жатырмын. Міне үшінші суретке назар аударамыз. Және ол сөйлеп жүр, ешқандай жұрнақ арқылы жасалмайды. Міне, ол сөйлеп жүр. Біз сіздермен жіктік жалғауларын өткен болатынбыз. Қазір міне сіздермен міне белгілі осы шақтың сөздеріне, осы шақтың қалып етістіктеріне, жатыр, тұр, жүр, жатыр сөздеріне біз жіктік жалғауларын жалғап сөйлемді аяқтадық. Келесі. Қазір біз сіздермен тура осындай тапсырма, тек қана көпше мағынада айтуымыз керек. Қатима. Кім сенің атың? Раушан, қосағаштан қосылып тұрған тыңдарман. Раушан. Сендер сүртіп жүрсіңдер. Дұрыс. Сендер сүртіп жүрсіңдер. Келесі. Резван Бали. Олар сөйлеп жатыр. Дұрыс, сол қалпында қалады, және біз сөйлеп отырмыз болады, көпше мағынада. Суретке назар аударамыз. Сендер сүртіп жүрсіңдер. Алтыншы сөйлем. Олар сөйлеп жатыр. Біз сөйлесіп отырмыз. Берілген сөйлемдерді жазып алыңыздар. Келесі тапсырма. Дұрыс жауабын табыңыз. Сіздерге сұрақ беріледі. Осы сұрақтың жауабы мына жақшаның ішінде. Сұрақты оқиды. Савеш. Қазақ, Иран. Сафеш, Қазақ, Иран. Мен не істеп Отырмын. Мен не істеп отырмын? Мен бара жатырмын. Мына жерде, міне, қараңызшы. Бара жатырсыз, келе жатыр, оқып отырмын, айтып тұрмыз. Осы жақшаның ішінде берілген сөздерден ғана біз не істейміз? Жауабын тауып айтамыз. Келесі. Мен оқып отырмын, дұрыс. Келесі, Самира.
Келесі сөйлемді сұрақты оқыңыз, жауабын табыңыз. Men ne istep жүрсім? Men söylep жүрмін. Мен сөйлеп жүрмін, дұрыс. Жақсы. Мен сұрауым үшінші. Қошығач бен я. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тура осындай тапсырма. Можно мен оқи? Ал, оқи ғой. Оқы. Сұрақты оқы. Қосағаштан Жания. Жания? Әлде Саниясың ба? Сіз не істеп тұрсыз? Мен тұрмын. Бұның жауабы, міне мына жерден қарай қойшы, міне. Сүртіп жүрсің, айтып тұрмын, бара жатыр, сөйлеп тұр. Қайсы дұрыс жауабы болады екен? Бірінші жақта айтасың. Мен айтып тұрмын. Дұрыс, айтып тұрмын, жарайсың. Келесі. Самира. Келесі сұраққа жауап беріңізші. Самира Қазақ Иран. Сара. Ол сөйлеп тұр. Ол сөйлеп тұр. Жақсы. Жақсы, жарайсың. Келесі тапсырма. Асқар мырза. Сізге тапсырма. Жатыр, тұр, жүр, отыр. Бұл осы шақтың етістіктері. Осы етістіктер арқылы осы шақ жасалады. Осы сөздерді пайдаланып сөйлемді аяқтауымыз керек. Міне мына жерде бұл сөздер берілді. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып сөйлемді аяқтауымыз қажет. Асқар мырза, бірінші сөйлемді оқыңызшы. Мен кітап оқыдым. Екінші сөйлем. Оқып. Тұрмын. Оқып тұрмын. Асқар мырза, тұрмын деген сөз бұл жерде жоқ. Сондықтан отырмын болады, е? Отырмын. Жақсы. Келесі Жаныл. Сен Қалам. Қалам. Сен қалам бердің. Беріп тұрсың. Беріп тұрсың. Соңын оқиын. Сен қалам беріп тұрсың. Тұрсың, дұрыс. Екінші жақта айтылып тұр, е? Жіктік жалғауының екінші жағында. Келесі. Беріп деген жіңішке сөз, тұрсың деген жуан сөз. Сара. Сара. Sen kese. Оқыңыз. Жатырсыз. Kese. Қойдыңыз. Koydunuz. Siz kese. Koyup жатырсыз. Жатырсыз, дұрыс. Қойып жатырсыз. Және соңғы сөйлем. Ол дәптер алды.
Ол дәптер алып жатыр. Біз не істедік? Біз өткен шақта тұрған сөздерді осы шаққа айналдырып жаздық. Бірінші сөйлем өткен шақта тұр, екінші сөйлем осы шақта. Gözleştiğimin halda mensuru. Сөздерді жазып алыңыздар. Келесі, көпше түрде тапсырманы орындаймыз. Шаткам. Сөйлемді оқыңызшы. Бірінші, екінші сөйлем. Бірінші сөйлем өткен шақта, екінші сөйлемді осы шаққа айналдыруымыз керек. Alma, armut, üzüm, yerdik. Ya. Alma, armut, üzüm, жатырмыз. Теріп, біз Жүрміз. Жақсы. Шахидек повис. Sende nan may kanat. Қант. Kant alıptın. Алдыңдар. Aldыңдар. Sende nan may kant alıp tursunlar. Тұрсыңдар. Alıp tursunlar. Келесі. Айда повис. Оқыңыз. Sen Салдың. saldın. Сен. Sen söz salıp otursun. Отырсың. Келесі. Әлия шаткам. Әлия шаткам. Ол Әңгіме жазды. Ол әңгіме жазып жүр. жүр. Келесі. Балданай. Балданай, келесі сөйлемді оқыңызшы. Жанар, Арманд. Söz үй әпердік. Söz үй әперіп отырмыз. Үй әперіп отырмыз. Және соңғы сөйлем, сендер гүл әкелдіңдер, сендер гүл әкеліп жүрсіңдер. Келесі, сіздерге сөздер берілді. Осы сөздерден сөйлем құруымыз керек. Қатима ханым. Dilnaz süret çaldı. Dilnaz сурет салды. Ya. Можно? kitap okudu. Almaz. Арай кітап оқыды, дұрыс. Okudu. Hayır. Kitap okudu. Arman. Алмаз Arman жазды. шығарма жазды, ya. Arman жазды. Almış yazdı. Kadir. Adil telefon aldı. Adil telefon aldı. Adil telefon aldı. Әділ телефон алды. Дұрыс. Adil telefon aldı. Келесі сөйлем.
Келесі сөйлем. Жаңыл ханым. Әсел. Есіп шығарды. Есеп шығарды. Есеп. Есеп. Есеп шығарды. Ол ағаш отырғызды. Иә. Алма тамақ әзірледі. Дұрыс. Олар шай ішті. Олар шай ішті. Жақсы. Құрметті отандастар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Біз бүгін сіздермен осы шақты өттік. Осы шақ 4 етістік арқылы жасалады. Ол қандай етістіктер арқылы екен? Жатыр, тұр, жүр және отыр етістіктер арқылы жасалады. Осы етістіктермен сөздер, сөйлемдер, мәтін құрып үйреніңіздер. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, зерделі ақыл ой дамыту орталығы мұғалімдердің сабағын тамашалауларыңызға болады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.